күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ата-бабаның асыл арманы деп аталады. Бүгінгі біз сабағымызда екі мақсатты жүзеге асырамыз. Біріншісі, қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану. Екіншісі, мақала құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату. Бүгінгі сабақта меңгереміз: стиль түрлерін айыра білуді, мақала ерекшеліктерін ажыратуды, мәтіндермен жұмыс жасауды. Оның мақсаты, стильдік сипаты, қолданылу аясы, тілдік амал-тәсілдері басты назарға алынады. Қазақ тілінің стильдік тармақтарын бұрыннан да білесіңдер, сонда да тағы да естеріңе сала өткенді жөн көріп отырмын. Екіге бөлінеді: ауызекі сөйлеу стилі және кітаби тіл стилі. Ауызекі сөйлеу стилінің стильдік тармақтары болмайды, алдын ала дайындалуды қажет етпейді, қарым-қатынас негізінен ауызша түрде жүзеге асады. Кітаби тіл стилінің 4 түрі бар: көркем әдебиет стилі, ресми стиль, қағаздар стилі, ғылыми стиль, публицистикалық стиль. Көркем әдеби шығармаларда қолданылатын стиль көркем әдебиет стилі болып табылады. Ресми стиль, қағаздар стилі әртүрлі мекемелерде жүргізілетін іс құжаттар, нұсқау хаттарда қолданылады. Ғылыми стиль, ғылыми зерттеу еңбектерінде, ғылыми баяндамалар, дәрістер, мақалаларда қолданылады. Публицистикалық стиль бұқаралық ақпарат құралдарында, жиын мәжілістерде қолданылады. Бұл стильмен сендер стиль түрлерімен таныссыңдар. Былтырғы 8 сыныптан бастап біз көптеген стиль түрлерімен танысып, мәтіндермен жұмыс жасап келеміз. 16-17 беттерде мәтін берілген, сол мәтінмен жұмыс жасаймыз. Біз үшін ортақ тағдыр біздің мәңгілік ел, лайықты әрі ұлы Қазақстан. Мәңгілік ел жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы, бабаларымыздың арманы. Егеменді дамудың 22 жылында барша қазақстандықтарды біріктіретін, ел болашағының іргетасын қалаған басты құндылықтар жасалды. Олар көктен түскен жоқ. Бұл құндылықтар уақыт сынынан өткен қазақстандық жол тәжірибесі. Біріншіден, бұл Қазақстанның тәуелсіздігі және астанасы. Екіншіден, бұл қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. Үшіншіден, бұл зайырлы қоғам және жоғары руханият. Төртіншіден, бұл индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық өсім. Қазақстан Республикасы президенті Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауынан. Яғни балалар, бұл қандай стильге жатады деп ойлайсыңдар? Әрине, бұл публицистикалық стиль екен. Осы жолдауында Назарбаев былай деп айтып кеткен еді: рухани құндылық, биік адамгершілік жоқ жерде үлкен өркен орнату мүмкін емес. Елбасы Назарбаевтың жолдауындағы құндылықтардың мәнін ашу, дәлелдеуіміз керек. Ендеше құндылық дегеніміз не? Құндылық бір заттың маңыздылығы, пайдалылығы. Сырттай құндылық зат пен құбылыстың қасиеті болып анықталады. Алайда оның маңыздылығы мен пайдалылығы табиғаттан, объектінің ішкі құрылымының әсерінен емес, адам болмысына енген, адам оған құштар қажеттіліктен туындайды. Біз сабақтарымызда құндылықтарды баса назарға аударамыз. Әсіресе біз қазақ тілі, әдебиет, өзін-өзі тану, тарих сабақтарында осы құндылықтардың түрлерін ашып, олаған көптеген мысалдар келтіріп жүрміз. Осы құндылықтың ішінде біз 7-ші құндылықпен жұмыс жасаймыз. Яғни 7-ші құндылық не айтады екен? Адам үшін қандай маңызы бар? Бұл еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және бүкіл әлемдік өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы. Бағалау критерийлері: құндылықтардың мәнінің ашылуы 2 ұпай, сауатты талдануы 1 ұпай, тіл көркемдігі 1 ұпай. Дескрипторлар құндылықтар мәнін ашады, сауатты талдайды, тіл көркемдігін ашады. Қарайтын болсақ, 7-ші құндылықта мынадай құндылық негіздері
беріліп отыр екен. Құқықтық ұйымдастырылған экономикалық, техникалық өзге де шаралар. Ұлттық мүдделерді нақты және ықтимал қауіп-қатерлерден қорғау. Объектілері адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Ақпараттық инфрақұрылым қалыптастыру, жасау, өзгерту. Қазақстан Республикасы азаматтары мен ұйымдары. Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық құжаты. Қазақстан Республикасы ұлттық мүдделерінің қорғалуы. Мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысатын Қазақстан Республикасының азаматтары. Балалар, байқап отырсыңдар, 7-ші құндылық Қазақстан Республикасының азаматтарының құндылықтарына жан-жақты назар аударылған. Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ. Яғни Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауынан алынған үзінді. Ата-бабамыз армандаған тәуелсіздігімізді баянды етіп, елімізді өркениет биігіндегі елдердің алдыңғы қатардағы шоғырынан көретін болсақ, ұлттық идеямыздың орындалған емес пе? Мәңгілік ел болдан артық қандай мақсат, қандай арман болуға тиіс? Мәңгілік ел ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Ол арман әлем елдерімен терезесіз тең қатынас құрып, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану еді. Ол арман тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел болу еді. Нұрсұлтан Назарбаев өзінің тарихы толқынында атты еңбегінде, егер біз мемлекет болғымыз келсе, өзіміздің мемлекеттігімізді ұзақ уақытқа меңзеп құрғымыз келсе, онда халық руханиятының бастауларын түсінгеніміз жөн. Оған барар жол халық даналығының негізінде жатыр деген еді. Енді міне, Қазақстан жолы 2050, бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты Қазақстан халқына жолдауында ежелгі ата-бабаларымыз түркілердің мәңгілік ел идеясын қазақ елінің ұлттық идеясы ретінде жариялап отыр. Қазақстан 2050. Мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол. Президент жолдауы Қазақстан халқы үшін үлкен маңызға ие болды. Бұл бір мақсат, бір мүдде, бір болашақпен сендер сабақта таныс болғансыңдар. Ой моншаға әдісі арқылы ұлттың болашағына қажет құндылықтарды атау. Әрине олар ұлттық құндылықтар, ана тілі, әдет-ғұрпы, ата заңымыз, ауыз әдебиеті, тәуелсіздік, туған жер, салт дәстүрі, отанға деген сүйіспеншілік, асыл мұра деп ойлаймын. Әрине, оны ары қарай әр оқушы, әр бала өзі жалғастыра алады. Сұрақ ілмегі әдісі арқылы сұрақтарға жауап беруіміз керек. Қазақстанның дамыған елдер қатарына сен қандай үлес қосар едің? Еліміздің дамуы ең бірінші жастардың қолында деген оймен келісесің бе? Егер сен жоғары лауазымды адам болсаң, қандай мәселелерге назар аударар едің? Әрине, бұл сұрақтың жауабы әр баланың өзінің ойында тұр деп ойлаймын. Мағжан Жұмабаевтың арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларғар, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан, мен жастарға сенем деп айтып кеткен өлең жолдарымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сабақ мақсатына жетті деп ойлаймын. Бүгін сендер көп ақпарат алдыңдар деген ойдамын. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.